Ардагерлер туралы заңға сәйкес басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері болып танылатындар. Ауғанстандағы ұрыс қимылдарына қатысушылар, Тәжік-Ауған учаскесінде тыйымды шекарасын қорғауды күшейту жөніндегі міндеттерді орындаған әскери қызметшілер, Ирактағы халықаралық бітімгершілік операциясының қатысушылары, Таулы Қарабақтағы этносаралық қақтығысты реттеуге қатысушылар. Сондай-ақ Ауғанстанда әскери қызметін өткеру кезінде ауруға шалдығу салдарынан мүгедектік белгіленген әскери қызметшілер жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер деп танылды. Бұл ардагерлеріне ай сайын республикалық бюджеттен 4,8-ден 7,155-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде арнаулы мемлекеттік жәрдемақы төленеді. Сондай-ақ оларға жергілікті бюджеттерден ақшалай немесе заттай түрде әлеуметтік көмек көрсетіледі. Тұрғын үй заңнамасына сәйкес тұрғын үй беріледі. Азаматтардың осы санаты үшін салық салудан жеңілдікті режимі қолданылады. Сондай-ақ оларға жұмыс істеп жүрген кезінде тіркелген емханаларды зейнеткерлікке шыққан кезде де пайдалану құқығы, амбулаториялық емханалық көмек көрсететін ұйымдарда артықшылықпен қызмет көрсету және ауруханаға кезектен тыс жатқызу құқығы берілді. Мәслихаттардың, ұйымдардың басшылары өз құзыреттері шегінде ардагерлерге қосымша әлеуметтік қолдау шараларын және емделуге жол жүру, материалдық және басқа да көмек түрлерін көрсету бойынша жеңілдіктерді белгілей алады. Жыл сайын әкімдіктер жауынгерлік ұрыс қимылдарының ардагерлеріне атаулы күндерге орташа есеппен 200 мың теңгеге дейінгі бір жолғы әлеуметтік көмек көрсетеді. Бұдан басқа, жекелеген өңірлерде жергілікті бюджеттердің мүмкіндіктерін ескере отырып және бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі шеңберінде көмектің басқа да түрлері, оның ішінде қоғамдық көлікте жеңілдікпен жүру, санаториялық курорттық емдеу, коммуналдық қызметтерге ақы төлеуді өтеу ұсынылады.